Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бізде сабақтың тақырыбы дененің электрленуі, электр заряды, өткізгіштер мен диэлектриктер. Сабақтың мақсаты оқушыларға электр зарядын сипаттай алуды, дененің үйкеліс және индукция арқылы электрлену процесін түсіндіре алуды, электрленудің оң және теріс әсерлеріне мысал келтіре алуды үйрету. Электрлену сөзінің шығу тарихы. Біздің заманымызға дейінгі 600 жылдары ертедегі гректер сары кәріптасты, яғни янтарды жөнге үйкегенде оның өзіне жеңіл заттарды тарта бастағанын байқайды. Жалпы гректің электрон сөзі кәріптас деген мағынаны білдіреді. Осыдан бізде электр сөзі қалыптасқан. Дененің электрленуі жайлы видеодан көріп тұрғанымыздай, шарды жөнге үйкеген кезде ол ұсақталып бөлінген қағазды өзіне тарта бастағанын көреміз. Яғни, бұл жерде бізде электрлену жүріп жатыр деген сөз. Үйкеліс арқылы электрлену нәтижесінде екі дене де электр зарядын алатын есте сақтауымыз қажет. Мысалы, шыны таяқша мен резинкені екеуін үйкеген кезде екеуі де электр зарядын алады. Демек, резинада, шыны таяқша да бір-біріне ұсақ денелерді тарта бастайтын байқаймыз. Денелерді электрлеу үшін бір-біріне жай ғана тигізу жеткіліксіз. Денелерді бір-біріне қатты қысып үйкелу керек. Сол кезде олардың арасындағы арақашықтық азайып, беттесу ауданы ұлғаяды. Яғни, денелердің бір-біріне әсерлесетінін байқаймыз. Денелер соқтығысқанда және жарылыс кезінде де электрленуі мүмкін. Мысалы, қолымызды электрленген затқа тигізгенде немесе қосылып тұрған телевизордың экранына тигізсек, шытырлаған дауысты естиміз. Яғни, бұл да электрлік құбылыстың көрінісі болып табылады. Зарядталған денелердің өзара әрекеттесуі. Барлық зарядтар бірдей ме, соны анықтайық. Станиолды гильзаларды, яғни оқты эбонит пластинасына үйкелген шыны пластинасынан зарядтайық. Бұл кезде біртекті заряд алған гильзалардың тиелетінін байқаймыз. Енді гильзалардың біреуін шыны пластинасынан, ал екіншісін эбонит пластинасынан зарядтайық. Бұл кезде гильзалар бір-біріне тартылады. Өзара бұлай әрекеттесуі үшін зарядтардың тегі әртүрлі болуы қажет. Яғни, тәжірибені қорыта келе, бірдей заряд алған денелер, яғни аттас зарядталған денелер бір-бірінен тебіледі. Ал әртүрлі зарядталған денелер, яғни әраттас зарядталған денелер бір-біріне тартылады деген қорытындыға келеміз. Электр заряды атомның құрылысы. Денелердің электрленуін түсіндіруге талпыныс нәтижесінде ғалымдар атомның бөлінбейтін бөлшек емес, оның зарядталған бөлшектерден тұратынын дәлелдеп болжам жасаған. Құрылысы модельдерінің ішінде ағылшын ғалымы Резерфордтың атомның планетарлық моделі ғалымдардың қолдауына ие болды. Бұл модель бойынша атомның ортасында оң зарядталған ядро орналасады. Ядроның айналасында теріс зарядталған электрондар қозғалып жүреді. Сыртқы орбитада айналып жүрген электрондар денелердің жанасу беттерінің үйкелісі кезінде бір денеден басқа денеге ауысып кетуі мүмкін. Осылайша электрондар бір денеден басқа денеге ауысады. Артық электрондары бар дене теріс зарядқа айналады, ал электрондар мысалы, жібекке үйкелген эбонит пластинасының заряды теріс болады, ал жібекке үйкелген шыны пластинасының заряды оң болады. Өткізгіштер және диэлектриктер. Өзінің бойымен электр зарядын өткізу қасиетіне қарай барлық денелер өткізгіштер және диэлектриктер, яғни өткізбейтіндер деп бөлінеді. Өткізгіштер дегеніміз ол электр зарядын жақсы өткізетін заттар, ал диэлектриктер ол электр зарядын өткізбейтін заттар. Барлық металдар, тұз және қышқыл ерітінділері, ылғал, жер топырағы, адам және жануарлар денесі жақсы электр өткізгіштері болып табылады. Бұл заттарда еркін және қозғалмалы зарядтар болады. Фарфор, эбонит, шыны, кәріптас, резинке, жүн, пластмассалар, керосин, ауа,
диэлектриктер болып табылады. Бұл заттарда еркін зарядталған бөлшектер болмайды, сондықтан оларды электртехникада оқшаулағыш ретінде пайдаланады. Үйге берілетін тапсырма: электрлену дегеніміз не, электр зарядын өткізбейтіндерге не жатады, аттас зарядтар бір-бірімен тартылады ма, электр зарядын өлшем бірлігі, алғаш электр зарядын байқаған кімдер? Осы сұрақтарға жауап іздеу. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.